Мен айттым енді, жиналдық. Балам, о кезде былай бастадық бірінші әңгімені. Үлкен қызым 21-де, екінші қызым 17-де. 16-да ол кезде. Сөйтіп, видео звонок жасадым. Жеңіл жеткіздім. Енді жағдайды не болып жатқанын көріп жатсыңдар. Менен бұрын әлеуметтік желі жеткізді өздеріңе. Бұрын соңды да байқап сезіп жүргендеріңді білем, бірақ бұл тақырыпта ашық сөйлеспегеніміз. Папамыз қайда деген сұраққа мен айттым, осы уақытқа дейін өтірікші болып келдім. Осы замандағы көп әкелер, балаларына қарамай кеткен әкелер, көріңіздер. Еркек деген әдемі нәзік жүрегін көрсеткен, балаға деген махаббатын көрсеткен, оны көп еркек көру керек. Осы замандағы көп әкелер, балаларына қарамай кеткен әкелер, көріңіздер. Менің аттасым, менің бірінші жеке концертім Астанада өтетін 7 қараша күні Конгресс-центрде күтеміз. Үлкен шоу жасап жатырмыз сіздерге. Жаңа версиясын түсіреміз ба? Сөйлейікші, давай. Мен видео сырғанда келген. Мен айтқан тілектерім орындалады дейсіздер ма? Кейін біз қол жете алмай қалатындай артист болып кетші. Мега звезда, мировой болып кет. Аминь. Біз жете алмай. Сейчас будет переход. Главное, чтобы вы сами пришли, потому что для меня важно, чтобы вы посмотрели это шоу. Даже не важно суть того, что мы снимаем, не снимаем. Я хочу, чтобы вы вот так глазами увидели. Қалай болған өзі куәгерлері бар екен. Содан жаңа жігітке айттым, енді қолыммен істеген мойынмен көтер, мен араласпайын дедім. Біреулер енді Тұрсынбек шешіп тастады, Тұрсынбек ақша берді. Мен ешкімге хабарласқан емеспін, ешкіммен сөйлескен емеспін. Бұл іске араласқан жоқпын. Маған қойған сұрақтарға жауап бердім. Мен оның лишенный екен білмеймін. Алла тағала куә, мен сіздерге айтайын. Сондықтан да айтарым, әртүрлі қазір тарап жатыр ақпараттар. Иә, мен оның басында болмасам да, көлік сенікі ғой деп күнә тағып жатқандар болса, мен кешірім сұраймын. Бірақ мен ол көліктің ішінде болған емеспін. Сіздерге айтарым осы. Қонақ шақырып қоямыз. Туыстарды болсын, қонақ шақырасың ғой. Тұрсынбек жоқ болып кетеді. Қайтадан қонақтарға өтірік айтуға тура келеді. Тұрсынбекті өте жедел түрде жоғарыдағы адамдар шақыртып алды. Оларда бір үлкен іс-шара екен. Сену үшін осындай өтіріктерге бару керек болды. Енді ол жерде тағы да Тұрсынбекті жоғары көрсету. Оның барлығы тағы да ұпай жинау емес, Тұрсынбекке деген махаббатым болды.